Ар намысын сақтап жүрген тұмар ғып, бұлар ырыс ошағыңда болар құт. Арулардың балқытады жан тәнін, аналыққа деген абзал құмарлық. Сұп-сұр аспан, сұр үйлер, еңсені басқан айналада сұр. Тау жақтан қаптап ентелі еніп, маңайды көлегейлеп, қараңғылай бара жатқан тұман да сұр. Осы бір сұр дүниенің ортасында тұрған Айтолқынға әрлі-берлі әйтеуір бір қарекеттен ерсілі-қарсылы жүріп жатқан адамдар да сұр көрінді. Пойыздан түскелі бір талай уақыт болды. Бұны іздеген ешкім болмады. Құдай қосқан көршілерінің әртіс баласына алдағы айдың 21-інде Айтолқын барады, қарсы алып бір жұмысқа орналасуына көмектесші, айналайын, көрші ақысы тәңір ақысы деген ғой, менен қайтпаса Құдайдан қайтар деп апасы хат та салды, жедел хат та жіберген еді, қарсы алған ешкім жоқ. Сонымен алғаш рет жалғыздықты қатты сезініп, айдалада қаңғиып қалғандай болды. Айтолқын көңілі құлазып, көзіне жас оралды. Бір сәт пойызға отырып қайтып та кеткісі келді ауылына. Бірақ ол жақтан екі қолға істерістің табылмайтындығы, жас көңілді жиі алағызып, әлденелі шөлгірке аңсайтындығы, тіпті өзі қатарлас жастардың да жоқтығы есіне түсіп, ол ойынан лезде қайтты. Қой, әке-шешесін кім жанына таңып жүрер дейсің? Өз бетімше өмір бастап көрейін. Қайда барсам екен? Не істесем екен? Күн болса қарайып барады. Бүйтіп тұра берсе, далада қалу ықтимал. Баяғы тыныш қала қазір жоқ. Қала қаладан, далаң қаладан озып тұр дегенді жиі-жиі ел аралап жер көргендер айтады. Айтқандай бір класста бірге оқыған баяғы Назигүл қайда еді? Ол қалада тұрып, шыт сәтен шығаратын фабрикада істейді демеуші ме еді? Қой, соны табайын. Шыт сәтен шығаратын фабрикаға қалай баруға болады екен, деді қасынан өте берген әдемі қызға. Что? Не понимаю. Аппай, айтыңызшы, шыт сәтен шығаратын жерге қалай жетсем екен деген қыздың үніне бұрылған ересек әйел мың жасағыр бәрін ұқтырып түсіндіріп берді. Мақта-мата комбинаты деген жазу көзіне түскенде сонша қуанғанында кластас қызын таба алсашы. Ешкім білмейді. Әйтеуір өзіндей бір иман жүзді жас қыздар табылып, біздің бөлмеге қонып шық. Комбинатта жұмысшылар жетіспейді. Айлық аз, тұрақты жұмыс жоқ болған соң көпшілігі кетіп қалады. Сондықтан сені ертең еш кедергісіз жұмыс қалады. Бөлмеден орын береді. Сөйтіп Алматинка боласында шығасың деп көңілін көтеріп тастады олар. Бір-екі күнде шынымен ақ жұмысқа қабылданып, көп қыздардың біразымен танысып, орын алып, еңсені басқан сұрғылт күндер алыстап, біртіндеп құлазыған көңілге шаттықтың, жастықтың әуені сыналап еніп, үлкен бір сырлы жырға айналып бара жатқандай. Елден келген қаражат таусылып беріп еді, апасы шіркін келіп кеткендерден неше қабат қағазға орап хат беріп жіберіпті. Бөлмедегі қыздар бірнеше жылдан бері жұмыс істейтіндер екен, қаланың қыр-сырын біледі, таныс жігіттер де көп ақ. Аузын ашса көкірек сарайы көрініп тұр. Аңқылдақ ауыл қызы сәл қалаша киініп шыға келіп еді, тоқтай қарайтын көздер көбейе бастады. Өзінің әдемілігіне, сұлу тұлғасына өзі де қызығып қарайтын болды Айтолқын. Қаланың боз тұманы мен газ, түтін аралас ауасы сорып, қара торы қыз бозарып, әсемдене түсті. Терісі ағарып, бет ұшындағы сәл қызғылт рең айқындалып, сол ақ қызыл фонда қара қасы мен қайқиған кірпіктері реңін әсемдей түскендей. Өз көлбетіне өзі тояттай қарап, айналдында ұзақ тұратын болды. Тіпті кейде қалалық бозбалалардың да көз салатынын байқап қалды. Қалада тұрақты тұратын, үй жайы бар бір жігіттің етегінен ұстасам деген арман да басынан орын тепкелі біраз болған. Кейде қиялдап, күйеуім табыскер болып, үйде отырып, ай бір 5-6 қара домалақты дүниеге келтіріп, маң-маң басып, балапандарын еткен қаздай болып жүрер едім дейтін. 10 баланы дүниеге әкеліп өсіріп тәрбиелеген анасы Алла тағала елді дүниеге жаратқанда ұрпақ өрбітсін, бала өсірсін, сөйтіп өмірдің қызығын көбейтсін деп әкелген. Алла тағаланың бұйрығына қарсы тұруға болмайды. Құдайдың бергенін дүниеге әкелген жөн. Әр сәбидің өз несібесі өзіне. Құдай тағала бір қозын артық жаратса, бір тал шөбін қоса жаратады дейді. Сондықтан бағың ашылып, бір жақсы адам кездесе қалса, соның ұрпағын өсір, көбейт шырағым деп өмір бақи үйреткенінің арқасы ма, әлде өзі көп баланың ішінде өскендіктен бе, әйтеуір бала жанды еді табиғатында. Күні бойы тік тұрған жұмыстан шаршап, аяғын зор қалып, бөлмеге кіргені сол еді. Бөлмелес Надия, тағы бірнеше жігіттер отыр екен. Жігіттердің көздері сұлу қызға сұқтанып, Надия, мынандай қызбен бізді неге таныстырмай жүрсің деп қауқылдасып қалды. Шай ішіліп, ән салынып,
Шарап қызуы бойларын алған жігіттер енді бұларды қонаққа шақырды. Барғысы келмеген Айтолқынды зорлап киіндіргендей ғып ертіп шықты олар. Шыға салысымен такси ұстаған топ біраз уақыт жүрген соң қаланың шеті болу керек, әлде қайда көк дарбазаның алдына тоқтап, дабырлай үйге бет алды. Қасында Надия болған соң онша көңіліне қорқыныш келмеген, еш нәрседен қаперсіз ауыл қызы да еркін, көңілді отырыс, шетінен өнерлі жігіттердің бір ән салып, бірі гитара ойнап, бірі домбыра тартып, әйтеуір қыздардың езулерін жиғызар емес. Дастархан да жайылып, шарап буы бойын алып, Айтолқын да жатырқап, жалт-жалт қарамай, еркіндікке бой бере бастады. Өз-өзін танымай барады. Не болды маған деген сұрақты өзіне қояйын деп ойлады. Бірақ еркі жетер емес. Қасында отырған ересектеу жігіт құшақтап еді, кетәрі болмады. Япырай, неге басы айналды, неге аяқ қолы ауырлап шекелеп тастағандай, екі шекесі солқылдайтын сияқты ма? Көзі бұлдырап барады. Күледі де көпке дейін езуін жия алмай ырзаңдайды. Қасындағылардың шампанға арақ қосып бергенін тұңғыш рет мас қалыпқа түскенін сезбеген еді ол. Ертеңіне сәске түске жақын оянған Айтолқын өзінің қайда жатқанын, қайда келгенін, кімнің үйі, кімдермен болды деген сияқты сұрақтардың ешқайсысына жауап табар емес. Самайлары солқылдап ауырып, қос қолымен басын ұстап, терезеден қарауға тырысып еді, ештеңе көрінбеді. Тек көк дарбаза таныс көрінді. Есіне кешегі жігіттер еміс-еміс түсе бастады. Иә, көк дарбазадан осы үйге кірген өз аяғымен. Дастарханда тамақ, аздап қана шарап ішіп отырған. Одан басқа мүлдем ештеңе жоқ. Өзімен бір жағдайдың болғаны аян еді. Белі, аяқтары қимылдатпай ауырады. Абыройдан жұрдай болған енді түсінген қыз жан дәрмен есікке ұмтылды. Тарс жабық, тарсылдата қолы жара болуға айналды. Бұдан ештеңе шықпасын біліп, еңіреген күйі төсекке құлай кетті. Күн батуға жақындағанда есіктен кешегі мұртты жігіт кірді. Красавица, ояндың ба? Көп ішуге болмайды қыздарға. Ішпегенде қандай екенсің көрейін деп келдім. Шапалақпен ұрғысы келіп қолын көтерген қыз қалай ұшып түскенін байқамай қалды. Үстіне қона кеткен қарулы еркекке қарсыласуға дәрмені жоқтығына, көрген қорлығына ызаланған бойжеткен тек екі көзге ерік берді. Ойындағысын жүзеге асырған жігіт оның қолына киімдерін және азын-аулақ ақша беріп, осы жерде аялдамада отырған кез келген автобуспен тұрағыңа жетесің. Кінәлі өзің, іштің, өз еркіңе өзің ие болмадың. Жігіттердің бәріне риза еттің. Соттасам, шарласам деп әуре болмай-ақ қой. Мен сол маңайда қызмет етемін. Бәрібір ничего не докажешь деп шығарып салды. Бет аузы домбығып ісінген, көзі бұлаудай болған қыз аяғын зорға басып автобусқа мінді. Бір сәт өлгісі келді, бір сәт ол ойынан қорықты. Балаларым, бақытым, бар байлығым деп санайтын анасы есіне түсіп еді. Ұяттан беті өртенді. Өзіне өзі қол салып елге бір масқара етсе, қазасымен екі өлтіргенін сезінді де, не де болса көріп алдым дегендей жатақ табалдырған батыл аттады. Бірер айдан кейін бойы ауырлап, басы жиі ауыра беретін болған соң қыз өзінің жүкті болғанын дәрігерден естігенде көпке дейін есін жия алмады. Күн өткен сайын жүктіліктің біраз қиыншылықтарын көрді. Жүрек айнып, бас айналып, ес асқа тәбеті тартпай, жұмысын да атқара алмай жүргенде күндер өте берді. Біресе жатақхана, біресе жұмыста, әйтеуір жаны ауырған соң басқа еш жайды ойлауға шамасы келмей жүре беріпті. Күндер де сусыған құмдай сырғыды. Әнемне дегенше жүктілік демалсын алатын күні де келді. Жатақханадағы қыздардың, ондағы қызметкерлердің сөздері, өсек аяңдары құлақ етін жеп барады. Босанатын күні таянып қалғанын сезген ол, қой не де болса ауылға барайын, анама жетейін, қайтемін. Ұят болса амалым жоқ деп жұмыстан бір жолата шығып, орнын өткізіп, вокзалға келгеніне бір күн болды. Солай жүретін пойыз жоқ емес. Өзі бара алмай, көз алдында анасының бетін басып ұялғанын, әкесінің әшейінде бетінен сүйетін, қарамай теріс айналғанын, бауырларының үндемей қалғандарын көзіне елестетіп еді. Жолына көлденең табылғандай болды. Енді қайда барамын? Тақтай орындыққа қақшиып отырғанына екінші күн. Белі сырқырап, әлсін-әлсін іші қатты бүріп ауырып кетеді. Түйіліп, бүкіл іш құрылысын әлде біреу қозғап, жұлып алып жатқандай. Аңқылдаған даусы қанша тістенгенімен шығып кете берді. Айналасында отырғандар, өтіп бара жатқандар жалт қарайды. Сөйтеді де кете барады. Кейбіреулері жедел жәрдем шақырайын ба деп сұрайды. Бұл басын шайқайды.
Қасында отырған әйелдің толғағың басталған ғой, тезірек ауруханаға жету керек, үйің алыстама еді деген сұрағына жауап берместен орнынан тұрып кете барды. Тысқа шығып, ауамен көкірегін кере демалып еді, толғақ сәл басылғандай болды. Санасы сан тарапқа жүгіріп, бір шешімге келгендей сыңаймен вокзал маңындағы шағын дүкенге бір бөтелге арақ алып, такси жүргізушісіне қала сыртына қарай алып баруын өтінді. Қала шетіне жақындағанда бұзылған ескі үйге көзі түсіп, толғағы жиілеген соң машинаны тоқтатты да түсіп қалды. Жиілей түскен толғақ әлсін-әлсін бүрістіріп, шыдатпай барады. Сәл тыныстап алды да, тұмса жанды қайтадан өз дегеніне бастайды. Өмірге деген адамзаттың ынтасын арттырып, қуаныш пен бақытқа бөлейтін, бал қылығымен базар ететін сәби де өзінің оңайлықпен өмірге келмейтінін тағы да бір көрсетіп қалғысы келгендей, ана құрсағын аямай текпілеп, жарық сәулеге ұмтылған сайын азапты сәттер жанды қинайды. Өмір мен өлім арпалысып, күреске түскендей азаптайды. Табиғаттың өз адам баласын тірлікке әкелуді осылай етіп жаратқан соң өмір жеңері хақ. Бірақ азаппен, жан қинаумен, арпалыспен жеңеді. Сонысымен өмір тәтті, сонысымен ардақты. Төмен түсіп кеткен ішін қолмен уыстай, көзінен жасы парлай, ескі бұзылған үйдің еденіне құлай кетті. Жарық дүниеге шығар уақыты келген сәби қозғалған сайын жан шыдатпай ауру қайталай берді. Маңдайынан шып-шып шыққан тер көзіне ағып, онсыз да жан ауруынан қиналып, жылап жатқан қара көзге қарай құйылады. Апатайым-ай, қайттым, жан шықпақ деген қиын екен-ау деп те ойлады. Әлден уақытта жанға батқан ауру сәл бәсеңдеп күшенгісі келді.